бүркіттің балапаны ертеде бір асқан мерген болыпты. Атқан оғынан жүгірген аң, ұшқан құс құтылмайды екен. Аңшы өзі атқан аңдардың терісін үстеріне жамылып жүреді. Сондықтан өзінің түр-түсі де алыстан қарағанда аң сияқты болып көрінеді екен. Бір күні мерген биік тауды сағалап келе жатса, ер мүйізі шаңырақтай иіліп, қожыр-қожыр жартастардың үстінде тұрған құлжаға көзі түседі. Басқа арқарлар арғы беттегі шалғында жайылып жүреді. Мерген құлжаны атпақ болып, бір жалпақ тастың үстіне шығады да, садағын көздей бергенде өзін бір алып құс аспанға көтеріп ала жөнеледі. Мерген не де болса қапы қалмайын деп алысып бағады. Бірақ қанша бұлқынса да онысынан ешбір пайда болмайды. Құрсаудай бүрген шымыр шеңгел қанбақтай домалатып, қалықтатып кетіп барады. Бір кезде мерген есін жинап көзін ашса, аумағы 6 қанат үйдің ордасындай үңгірде жатқанын байқайды. Жартастағы үңгірдің іші толған әртүрлі аңның жемтігі екен. Қабанның, түлкінің, ақбөкеннің, тағы да басқа аңдардың өліксесі бар. Бір шетте жас қызылды шоқып, жұлып жеп отырған бүркітке көзі түседі. Үлкендігі қоңыр қаздай, жүні жып-жылтыр, қыстан күйлі шыққан құс-ау деп ойлайды мерген. Ұяда бүркіттің ақ үрпек, қанаты қатаймаған 2 балапаны бар екен. Оларда енесі үзіп берген етті талғамай жұтады. Балапанын жемдеп болған соң қыран керегедей қанатын кергілей қағып аспанға самғайды. Мерген орнынан тұрып, бұл арадан қалай шығып кетудің амалын ойлап, шарасын қарастырады. Төменге көз жіберсе, адамның ойы жетсе де, бойы жетпейтін шыңырау құс екен. Бүркіт ұясын адам аяғы баспайтын шың жартасқа салыпты. Ойпыр-ай, мына құзға құлаған жанның сау тамтығы қалмайтын шығар деп өзінен өзі үрейленді. Тұла бойы шымырлап, жүрегі зуылдайды. Құздың табанында жыландай ирелеңдеген көк қасқа өзен бұрқан ағып жатады. Таудың аспанмен таласқан ақбас шыңын аймалаған ақша бұлттан басқа ештеңе көзге түспейді. Ұла жоқ мерген үңгірдегі бүркіт балапандарымен бірге жата береді. Қыранның шеңгеліне бүріп әкелген аңдардың етімен қоректеніп, өзегін жалғайды. Күндер өте береді. Бір күні ұйықтап жатқан мерген балапандардың шырылдаған даусынан оянады. Атып тұрып қараса, желке жүні күдірейіп, арқа жүні тікірейген, аузынан жалыны лапылдаған, ұзындығы 2 құлаштай бір айдаһар желдей жүйткіп тура ұшып келеді екен. Мерген жалма-жал қорамсағына қол салады да айдаһарды көздеп садақты шірене тартып қалады. Желдей жүйткіген жебесі зымырап барып нысанаға дәл тиеді. Екінші атқан оғы да көздеген жерге қадалады. Денесінен қан саулап, әлі қашқан айдаһар ұршықтай дөңгеленген күйі бүркіт
ұясының жиегіне иек арта келіп жығылады. Бұл жыл сайын осы бүркіттің балапаны жетілген кезде әдейі келіп жұтып үйренген айдаһар екен. Мерген енді айдаһардың жота терісін сыдырып алады да қайыс жасап арқан еседі. Біраз уақыттан кейін бүркіттің балапандары да есейіп ұшатын мезгілі тақайды. Мерген айдаһар терісінен ескен арқанды екі балапанның жіңішкелігіне байлап қояды. Екі мұзбалақ балапан жетіліп, қанаттарын қаққылап ұшуға талпынған кезде ердің ісі тәуекел деп балапандарды ұшыруға қамданады. Өзі арқанды беліне байлап, екі құстың сирағынан ұстайды да құздан төмен секіреді. Қос балапан қанаттарын жайып самғай жөнеледі. Сонда да жас қырандар адамның салмағын егере алмай ауырлап, бірте-бірте төмендей береді. Бір уақытта мергеннің табаны жерге тиеді. Мерген жерге түскен соң шалғынға аунап, гүлдерді иіскеп мауқын басады да маңдайын самалға тосып біраз демалады. Содан кейін ауылына қарай бет түзейді. Екі иығына екі құсты қондырып алған. Ауылына келген соң қараса ауыл адамдары абыр-сабыр болып жүр екен. Сөйтсе ауылдағылар мерген қаза болды деп өзіне ас беріп жатқанның үстінен шығыпты. Сол арада мергеннің аман-есен келгенін көрген жұрт астың артынан тойға айналдырып жіберіпті. Төзімді, табанды адам ажалды да жеңеді, депті мерген сонда.